Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін тез дайын болатын, пропитканы қажет етпейтін, нәзік, дәмді болып шығатын шоколадты торттар жасайтын боламыз. Бір жесеңіз, тағы жегіңіз келе беретін торттардың қатарынан. Керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушай белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен құрғақ қоспаларымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Олар ұн, какао. Міндетті түрде електен өткізіп алу қажет, сонда біздің корждарымыз жақсы көтерілетін болады. Үстінен құмшекерімізді қосамыз, қопсытқыш және ас содасын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді бөлек ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен жылы сүтімізді қосып, араластырамыз. Қайнаған су қосамыз, қатты ыстық болмауы керек. Сұйық майды қосып, араластырып аламыз. Дәміне қарай ванилин қоссаңыз болады. Енді ұнды аз-аздан 2-3 бөлікке бөліп, қосып араластырамыз. Егер сізге видео рецепт ұнап жатса, лүпіл басып астына пікір жаза кетіңіз. Достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз. Жақсылап араластырып аламыз, арасында түйіршіктер қалып кетпеуі қажет. Қамырымыз осындай массада болып шығады. 4 бұрышты формамызға құйып, шетінің барлығына жеткізіп, жағып шығамыз. 170-180 градуста 15-20 минут аралығында пісіріп аламыз. Дайын болғанын ағаш шаяқшаның көмегімен тексеріп көрсек болады. Ганаш жасау үшін шоколад пен сливкиді араластырып, микроволновкада ерітіп алатын боламыз. Сливкидің орнына сүт қолдансаңыз да болады. Торттың шеттерін кесіп, теңдей 2 бөлікке бөлетін боламыз. Бұл тортқа май мен сгущенкадан жасалған крем жақсы үйлеседі. Менде крем чиз бен сгущенка араласқан крем. Кез келген крем жарай береді. Шетін кескен корждарымызды майдалап, осылай шеттеріне жағып шығатын боламыз. Бетіне ганашымызды құйып, барлық жеріне жеткізіп жағып аламыз. Тоңазытқышқа жарты 1 сағатқа салып қойсаңыз болады. Бұл торттың корждары бастысы құрғақ емес. Крем жақпай, тек пирог ретінде жей берсеңіз де болады жасап. Достар, менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Подписаться белгісінің қасында тұрған қоңырауша белгісін міндетті түрде басып қойыңыз. Шаймен ішкенге өте керемет кетеді, әрі оңай жасалады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.